Сәлем достар, кез келген адам бір затты күнде көре берсе, оған көзі үйреніп, үйреншікті жағдай болып көрінетіні бәрімізге де анық. Әсіресе балаларда бұл процесс қарқынды түрде жүріп отырады. Ал қазіргі таңда балалардың бір күнгі уақытының 90% мультфильм қараумен өтеді. Дәл осы себептен мультфильм балаларды тәрбиелеудің таптырмас амалы. Балаларға мағыналы мультфильм көрсету арқылы тәрбиелеу керемет идея болып табылады. Алайда кез келген мультфильм мағыналы бола бермейді. Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін балалардың тәрбиесін бұзатын мультфильмдердің екінші бөлімін көрсететін боламыз. Симпсондар отбасы. Кейбір адамдар осы мультфильмді көріп өсті. Жай ғана отбасылық мультфильм болғанымен, бұл мультфильмде Гомер атты кейіпкер неше түрлі ішімдіктен бас алмайды. Ол ғана емес, бүкіл қала тұрғындары да барға келіп ішімдік ішеді. Және мұндай кадрлар басқа да отбасылық және қарапайым мультфильмдерде кездесіп отырады. Және кейбір мультфильмдерден осындай көргенсіз кадрларды да көруге болады. Жарайды, біздің арнамыз мұндай кадрларды көрсетуге арналмаған және көрсетпейді де. Тек сіздерге ескерту біздің парызымыз деп білеміз. Ал әрі қарай не істейтіндеріңіз ол өздеріңіздің түсініктеріңізге байланысты. Алайда бір ескеретін жайт, келешек ұрпақтың көзін көргенсіз кадрлардан қорғау бәріміздің міндетіміз. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше.